рух қой әкең, рух. Маза бермейді ғой, арасында қатты қысады. Бәлемге жар салғым келеді ғой шіркін. Ей деп айтқым келеді ғой. Қараңдар маған деп. Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген деп. Айтқым келеді, кейде рух бар ғой, қысады ғой. Аттың үстіне шығып алып, найзаны алып алып. Ей шіркін-ай, айдалада шапқым келеді бар ғой. Рух қой шіркін, ата-бабамның рухтан қысып атыр да. Біздің қанда бар да ол ел. Даңдайсынып, мақтанып отқан жоқпын. Алла тағала барлығымызды бірдей қылып жаратты. Бірақ әрбір нәсілдің өзінің бір қанында чит коды болады. Біздің чит код шіркін-ай, біз атқа мінерміз ғой. Атқа мінер. Сауықтарымызды киіп ат. Рух, тасып жатыр деп, шіркін-ай. Сондай бір. Білен енді бар ғой, қазір бейбіт өмір соғыс дейтін емес. Бірақ менің ата-бабам қысып атыр да ана жақта. Бата беріп кеткен ғой, мен ұрпағым болсын да, жауынгер болсын, сөзі өткір болсын, ісі мығым болсын деп. Жарысқым келеді, атқым келеді. Бізбен ойнамаңдар деп айтқым келеді ғой шіркін. Мен сөз иесін табады ғой, айта алмаймын. Сондай қысатын бар. Бұл бөлек сезім, бұл жоғары сезім. Бұны сен жарыстармен, бір текетірестікпен, білмеймін бір айғайлаумен, бір какой-то бір сабақтарды өтіп, психологтармен сен баса алмайсың бұны. Бұл бөлек, бөлек. Осындай бір рухты өлеңдерді қосып алшы дейді. Деп. Алла тағала біздің бойымызға бекер дарытпады ау деймін бұны. Бекер дарытпады. Біздің қазақтардың ұйықтап жүргені телефон, телевизор, кафе-бар, той-домалақ, дүние қуалау, кредиттен шыға алмау деген сияқты. Мүмкін бұның бәрі ақтау. Бірақ біздің қанымызда бұл бар. Ұйықтап